Футбол бұл өмір. Ал 13 сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгін 13 сектор арнасынан көретіндеріңіз. Евро 24-те Б тобында толықтай мәселелер шешілді. Реал Мадрид Начоның орнына жақсы қорғаушы тапқан тәрізді. Лионель Месси мен өзімді өзім тәрбиелеймін деп тағы да бір сұхбат берді. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып арнамызға жазылып отырыңыздар. Ал енді біз бастаймыз. Кеттік. Б тобындағы мәселелері де шешілді деп айта берсек болатын шығар. Себебі Испания ұлттық құрамасы қалған ұлттық құрамаларға шаңын да көрсетпей кетті. Жалпы 9 ұпай алу керек жерден толықтай 9 ұпайды алды. Ойыны ерекше болды және де бірінші орынмен шықты. Испания ұлттық құрамасына респект. Кешегі ойында Албания ұлттық құрамасын 1-0 есебімен жеңді. Бірақ ойын 3-1, 4-1, 5-1 болатындай ойын болды. Албанияда да бір жақсы мүмкіндік болған еді. Енді Испания ұлттық құрамасының жанкүйерлерін шын жүректен құттықтаймыз. Екінші орында Италия ұлттық құрамасы шықты 4 ұпаймен. Кеше Хорватия жақсы ойын көрсеткен еді. Донорумаға рахмет айтуға болады. Италия ұлттық құрамасы, Хорватия ұлттық құрамасы Лука Модрич гол салды. Лука Модрич үздік ойыншы болды. Бірақ та Хорватия ұлттық құрамасы ұшып кетті десек те болатын шығар. Хорватия ұлттық құрамасы ойында қалу үшін өте қиын кестелер бар. Дегенмен де ұшып кетуіне 90% жақын деп айтсақ болады. Әлбетте өкінішті, Хорватия сияқты мықты ұлттық құраманы ары қарай біз көре алмайтынымыз. Әрине, енді ойында ары қарай Евроны жалғастырады деген 10% мүмкіндігі бар Хорватияның. Сол мүмкіндікте іске асып кетсе тамаша болар еді. Кеше кәдімгідей керемет ойын көрсетті Хорватия ұлттық құрамасы. Соңғы минутта сұмдық гол жіберіп алды. Әлбетте өкінішті. Италия мен Хорватияның арасындағы ойын 1-1 болып аяқталды. Евро 2024 ары қарай жалғасуда. Достар, енді бүгінгі ойын өте қызық. Бүгін Англия ұлттық құрамасы Словения ұлттық құрамасына қарсы ойын көрсетеді. Бұл неге қызық десеңіздер, біріншіден Англия ұлттық құрамасы жалпы осы топта бірінші орынмен шыға алады ма, шыға алмайды ма, сол да қызық. Және де Словения ұлттық құрамасын егерде 3 топ айырмасымен жеңетін болса, 3-0, 4-0, 5-2 деген сияқты 3 топ айырмасымен жеңетін болса, қазіргі ұшып кетеді деп отырған Хорватияға да мүмкіндік туындайтын болады. Хорватия үшін бүгін Англия ұлттық құрамасы Словенияны 3-0 деген есеппен жеңе алады мекен. Ол да бір қызық жағдай. Бірақ ойбу, бізге Англия кеп қапты ғой деп қарап отыратын Словения жоқ. Словенияда шабуылдайды және де жақсы қысым көрсетеді, жақсы қорғана білетін ұлттық құрама. Оңай ұлттық құрама емес. Сондықтан да ойын өте қызық болады. Ал Хорватия үшін Англия не істей алады? Жалпы бұл ойынға біздің болжам Англия ұлттық құрамасы 3-0 есебімен жеңбесе де 1-0 есебімен жеңе алады. Жалпы жеңісті Англия ұлттық құрамасы алады деген ойдамыз. Егерде өздеріңіздің ойларыңыз, болжамдарыңыз болатын болса, біздің 13-ші сектордың демеушісі 1xbet 13-ші сектор деген промокод беріп отыр. Осы промокод арқылы өтетін болсаңыздар, сіздерге алғашқы депозит үшін 200 000 теңгеге дейін бонустар беріледі. Ал бонустарды алу үшін видеоның астындағы сілтемеге өтсеңіздер жеткілікті достар. Бұндай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Реал Мадридтің орталық қорғаушысы Начо Фернандес кеткенін білесіздер. Ал Кадисқа жылына 20 миллион евродан 2 жылға 40 миллион евро алатын болады. Ол лайықты ақшасы деп айтсақ болатын шығар. Енді орталық қорғаушылар қарау үстінде қазіргі Реал Мадрид клубы Юроны қарап жатыр Лиль клубынан. Бірақ енді ол жас деп санайды және де онымен қоса Тоттенхэм клубының орталық қорғаушысы Кристиан Ромероны қарап жатыр екен. Кристиан Ромеро жоғары да баспен өте қатты сәтті ойнайды, позицияны дұрыс таңдайды, жақсы пас бере біледі. Және де бұның бір нашар жағы да бар. Қызыл қағаздар жиі алады, сары қағаздар жиі алады, қопарып тастайды, сындырып тастайды қарсыласты, және де добы жоқ қарсыласты да бір теуіп шалқасынан түсіретіні бар енді бұл жігіттің. Сондықтан да Ромероға маған өмірімде ешқашан Ромероға қарсы ойнамас едім мен. Бірақ Ромеро келетін болса, Ромеро мен Рудигер екеуі Реалдың қорғанысында болатын болса, Ла Лиганың шабуылшыларына өте қатты жаным ашитын еді. Негізінде дұрыс таңдаулардың бірі Реал Мадрид үшін. Лионель Месси кейінгі кезде жиі сұхбат беріп жүр. Ал енді кезекті сұхбатта Кленк
сұраққа берген екен, және де бұл жерде айтқан ақпараттары мынандай. Лионель Месси айтады: мен өз-өзіме жаумын, өз-өзіме доспын, өз-өзімді жек көремін, өз-өзімді тәрбиелеймін, өзіммен өзім сөйлесемін дейді жалпы айтқанда. Енді қамшылайтын, өз-өзін қамшылайтын өзі болып тұр. Басқа біреулердің сөзі оған мотивация бере алмайтын сияқты. Әлем чемпионатында мен допты дұрыс пасты жеткізе алмаған кезде, допты жоғалтқан кезде мен өз-өзіме ішімде қаным қайнап өз-өзімді жек көріп жүрдім, және де тәрбиеледім, ойланып жүрдім, келесі қадамдарды қалай жасаймын, мынау болмайды деген сияқты өзімді өзім алаңның үстінде тәрбиелеп жүрдім дейді. Жалпы өмір бақи солай дейді. Мен Барселонада ойнап жүрген кезде де, Аргентинада ойнап жүрген кезде де келесі қарсыласымыз кім болады, соны толықтай зерттейтінмін дейді. Қорғаушылар қалай тұрады, шабуылшы кезінде қандай схемамен ауысады, кім қай жерге барады, олар шабуыл жасап жатқан кезде позицияларды қалай ауыстырады, барлық сол командадан толықтай оқып білетінмін дейді. Және де Барсаның басшылары да, Аргентинаның басшылары да, бапкерлері де оған шектеу қоймаған екен, және де Лионель Мессиге қарай ыңғайланған ойынның бәрі. Енді бұл керемет дүние деп санаймын. Қазіргі таңда ондай қарсыласты зерттеп бола тұратын ойыншылар жоқ шығар. Болмаған да шығар, бәлкім осы Лионель Мессиден басқа кім біледі. Енді Лионель Месси бапкер болатын болса, өте тамаша бапкер болатын сияқты мына сұхбатынан кейін. Осындай бір сұхбат берген екен, өзімді өзім тәрбиелеймін депті Лионель Месси. Бүгінге осы достар, назарларыңызға рахмет. 13 сектор арнасына жазылып, бізді қолдап жүруді ұмытпаңыздар. Біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз.